Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай топ-томпақ, жұп-жұмсақ болып шығатын, дастарханыңыздың көркін ашатын керемет күлшен нанның рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Таза, құрғақ ыдысымызға жылы су, жылы сүт, 1 шай қасық тұз, оның үстінен 2 ас қасық қантты салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін аштығымызды салып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Он минут уақыт өткеннен кейін алдын ала дайындап қойған ұнымызды, яғни електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен қамырымыз осылай қолға жабысатын болғандықтан, қасықтың көмегімен араластырып илейміз, одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Міне біз қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып 45 минутқа жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Менде дәл осы рецептпен 6 күлше нан шықты. Бірақ менің күлше нандарым кішкене үлкендеу болып шықты. Негізі бұл рецептен 10-12 дана күлше нан пісіруге болады. Біздің қамырымыз қолға жабысқақ болып келеді, сондықтан да кішкене ұн пайдалансаңыздар болады. Бөліктерге бөліп дайындап алдық. Енді осындай противенге орналастырып, бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. 10-15 минут уақыт өткеннен кейін біздің нандарымыз осылай әдемі болып көтеріліп тұрады. Енді ортасын басып, осылай дайындап шығамыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған нандарымыздың бетіне жұмыртқаның сары уысын жағатын боламыз. Сонда біздің нандарымыз қоңыр түске еніп, әдемі болып шығады. Енді қалауларыңызша бетіне мак, күнжіт пайдалансаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызша. Енді қызып тұрған пеште 220 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің күлше нандарымыз дайын болды. Өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шықты. Ең бастысы бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.